Қазақ пен Қытайдың айтысы. Әзіл шын аралас. Сәлем қазақ дегенде сәлем қазақ, сағындырмай өзіңе келем қазақ. Айтысуға талайдан іздеп жүрем, қолға өзің түстің бе бәлем қазақ. Амансың ба баладай аңқау қазақ, ұйқылы ояу жүретін марғау қазақ. Жамбасыңның астында байлық жатып, жармай-ақ күн көрген жалқау қазақ. Қазақтың жауабы. Хаума Қытай дегенде хаума Қытай, жалғыз балаң қатының саума Қытай. Дос болуға мен сені келді десем іздегенің айтыспен даума Қытай. Шақырмай-ақ қаптадың даламызға, тауарыңда толып тұр қаламызда. Өзі сасық, өзі улы болса дағы арзан ғой деп әйтеуір аламызда. Қытай былай деп жауап берді. Біздің киім болмаса біздің тамақ, аш-жалаңаш жүререң байғұс қазақ. Зейнет ақың, жалақың түкке жетпей, көріп жүрсің күніңді тиын санап. Жерің де кең, байлығың етке молақ. Сол байлықты билігің жатыр тонап. Орыс досым екеуміз шапка беріп, уран мұнай газыңды алдық талап. Жеріңді алсақ енді біз егін салсақ, қызыңды алып 1000 жылдық құда болсақ, женіңді көбейтіп құмырсқадай, бәрімізде осында мәңгі қалсақ. Не айтайын, қиғашқас Қытайым-ай. Мені жеңдің сенің көбі пайыңай. Бір айтыстан жеңіліп көрмеп едім, жығып берді-ау қу билік Құдайым-ай. Айтмұхамбет Бейсенбеков.